Бұл консервіленген банкаларды ашатын открывашка, оны мен Каспи рассрочкаға алдым. Ал бұл кәдімгі әжетхана қағазы, оны мен Каспи ретке алдым. Менің айлығым 200 мың теңге, ал банкке ай сайынғы қарызым 200-220 мың теңге. Қарызым табысымнан еселеніп тұр. Сәйкесінше бұл достарымнан қарыз алуға итермелейді. Достарыма қарызым 220 мың теңге. Коммуналды қызмет үшін қарызым 33 мың теңге. Қарыз. Менің досым да, дұшпаным да Каспи банк. Ал өмірім қарызға өмір сүрген күндерге айналып кетті. Бұндай жағдайға мені бірнеше фактор алып келді. Біріншісі, жұмыс істеп жүрген жобамның кенет жабылып қалуы. Оған дейін еңбек демалыссыз жұмыс істегендіктен бір ай демалып, жұмыс істемей қалдым. Жаңа жұмыс орнымдағы айлығым алдағы еңбек ақымен салыстырғанда 45%-ға төмен болуы. Жаңа жоба түсіремін деп шығындалып қарызға батқаным. Қажетті тұрмыстық техникалар мен жиһазды кредитке рассрочкаға алғаным. Осының бәрі айналып келіп, бүгінде майда шүйденің өзін қарызға алуыма алып келді. Бұл жағдайды еліміздегі азық-түлік бағаларының күрт қымбаттап кеткені де ушықтырып отыр. Менің жіберген қателіктерім мен негізгі факторлар: қаржылық сауаттың төмендігі, импульсивті сатып алулар, күйіп кету, яғни выгорание, күйзелістің әсерінен өнімділігінің төмендеуі. Ал қаржылық проблемалар көптеген ыңғайсыздықтарға алып келеді. Одан сайын еңсе мен рух басыла береді. Үнемі тревожный, яғни мазасыз, жайсыз күйде өмір сүру. Мәселен, телефондағы тарифтің бітіп қалу себебінен жол ақысын төлеу үшін автобустағы адамдарға Wi-Fi қосыңызшы деп өтініш айтуға дейін барады. Көптеген игіліктерден шектеліп қаласыз. Сондықтан кредит алмас бұрын жақсылап ойланып алыңыз. Ол зат сізге керек пе? Мүмкін ақша жинап қарызға алмай қойға болатын шығар. Импульсивті, яғни жарнамаға қызығып кетіп, эмоция үстінде сауда жасаудан сақ болыңыз. Егер ноутбук алсаңыз, сол арқылы ақша тауып, ол сізге пайда алып келу керек, яғни вложение ретінде болу керек. Табысыңызды арттырыңыз, қосымша табыс көзі, көбірек ақы төленетін жұмысты табыңыз. Кредиттік оқиғалар базасының мәліметіне сәйкес Қазақстан бойынша небәрі 3 миллионға жуық адамда ғана кредит жоқ екен. Алаңсыз ұйықтап, уайымсыз оянатын адамдардың қатарында мен де болғым келеді. Мен бұл жағдайдан шығу амалдарын қарастырдым. Кимейтін киімдерді, қолданбайтын заттарды, OLX сияқты хабарламалар сервисінде арнайы чаттарды жариялап сатып жіберу. Мәселен, менің құрбым қосымша табыс көзі ретінде базардағы оптовиктерден сұраныстағы тауарды сатып алып, соларды тегін хабарлама сервистері арқылы сатумен айналысты. Кез келген адамның бойында қабілет бар. Соны байқап, табыс көзіне айналдыра алуыңыз қажет. Мәселен, бүгінде InDriver қосымшасының өзінде мастерлер деген қызмет түрі пайда болды. Ол жерде түрлі сұраныстағы қызметтерді көрсетіп, бүгін-ақ ақша таба аласыз. Тағы бір жайт. Біздің ұлттық проблемамыз жақсы болуға ұмтылу емес, жақсы болып көрінуге тырысу. Жағдай келмей бара жатса да ұят болады деп қонақ шақыру, жүгіріп барып рассрочкаға, кредитке, киім сатып алу. Жақсы болып көріну маған да тән. Сондықтан да айналада барлығы успешный, продуктивный болып жатқанда қаржылық проблемалар жайлы влог түсіру оңай емес. Сондықтан да бағалап, кері байланыс беріп, өз оқиғаларыңызбен бөлісесіз деген үміттемін. Кім не ойлайды, не дейді емес, шын мәнінде өзім не қалаймын, өмірімнің сапасын қалай жақсарта аламын деп ойланып, саналы өмір сүруге тырысайық. Шам деген қанатқа дүние кең деп осы влогты аяқтағым келеді.